Dostlar, қалайсыздар? Мен бүгін құмырадағы жаркөе жасаймақшымын. Олай болса кеттік. Міне ең бірінші ұнымыз. Бұл жерде 400 грамдай. Ұнға біраз шай қасық толтырмай тұз қосамыз. Және мынау қорытылған сары майымызды қосамыз. Енді осыны қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз бірінші. Қамырымызды илеп қойдық. Енді осы қамырды салафанға салып қоямыз. Жарты сағат тұрып қамырымыз жайып болдық. Енді етімізді тураймыз. Етімізді өте ірі қылмай, сақ-сұртау қылып турап аламыз. Мен қойдың етін пайдаланып жатырмын. Бұл неғұрлым жас ет пайдаланған дұрыс. Картопымызды осы еттің көлемінде етіп, көбіктеп турап қосамыз. Şuamızda көбіктеп турап аламыз.
Жуаны бұл жерде қоспаймыз. Себебі қазір горшокқа құмыраны жасаған кезде, соны салған кезде үстіне салатын боламыз. Енді осы дайындап қойған етіміз бен картопымызға қарабұрышымызды, осы қарабұрышымызды және паприкамызды қосып бұлғап қоямыз. Картопымызда тұз болмағандықтан шамалы тұздап жіберуге де болады. Мен етім өте тұзды емес, сондықтан тұздап жатырмын. Осылай араластырып дайындап қоямыз. Иленген қамырымызды екіге бөлеміз. Мінекей екі күлшеміз дайын. Енді мына бетіне өрнектеуге қажет қамырлар. Бұларды да дайындап қоямыз, үй қонып тұра берсін. Құмыраның қақпағына қажет. Енді осыны қазір ысамыз. Нанымызды өте қалың болмаймыз, жұқара пісу керек. Өте қалың емес, өте жұқа да қалмайды. Қамырымыз дайын болды. Ысып қойдық, қамырымызды ысып алдық. Енді осылай мынандай шұңғыл ыдысқа салып аламыз. Енді осы ыдысымыздың ішіне манағы дайындап қойған етіміз бен картошкамыздың жартысын саламыз. Салып алдық, енді осының бетіне жуамыз саламыз осылай. Оның бетіне туралған шамалы сарымсағымызды салып жүреміз және сары майдан осылай салып жібереміз. Тұр болды. Енді бетінде қақпағын әрлеу үшін осылай жіңішке етіп нанымызды ширатып дөңгелектеп аламыз.
Мінекей құмыра нанымыз дайын. Қазір екіншісін де істеп, осылай духовкаға салып пісіретін боламын. Тоқтат. Мінекей осылай екі құмыра нанымыз жасап алдық. Құмыра нанымыз дайын. Енді осының бетіне жұмыртқасын жағып, 180 градуста 40-50 минутқа қойып пісіріп аламыз. Бұл жалпы енді өздеріңіздің духовкаларыңыз қалай пісіреді, соған байланысты қойыңыздар. Қойған кезде менің духовкам 180 градуста осыны пісіріп шығады. Кейбіреулердікі тез қызуы мүмкін, кейбіреулердікі ақырын қызуы мүмкін. Соған байланысты өздеріңіз байқап саласыздар. Мінекей құмыра нанымыз дайын. Енді осыған жұмыртқаны жағып шығамыз. Жұмыртқаны нанды жұмсақ қылып пісіруге көп көмегі бар негізі. Мына нанды істеп жатып ойлап отырдым да өзім. Бұрын аналарымыз істеуші еді ғой, шешелеріміз кісе нан деп тапақ салып істейтін, бірақ оны үстінен кесіп, ішіне кәдімгі ет салып, осылай жасайтын, сол кісе нан. Енді біздің қазақтың да бар тағамы ғой, бұны қазір заманауи етіп өзгертіп жасап жатыр негізі. Сол кісе нан осы болатын деп жасап жатқанда жай есіме түсіп кетіп жатыр да. Осы кісе нанды енді жаңағыдай духовкаларыңызда жаңағы айтып кеткендей байқап, уақытын сөйтіп саласыздар ғой, әбден дұрыстап. Жұмыртқаны да дұрыстап жағу керек осылай. Егер болса үстіне күнжет те сеуіп қоюға болады бұны. Енді кейбіреулер ұнатады, кейбіреулер ұнатпайды. Мен өзім күнжет деген өте аса бір жақсы көре бермеймін, сондықтан күнжет сеуіп жатқан жоқпын. Егер де ұнататын болсаңыздар, сіздер себулеріңізге болады. Ал, бисмилля деп. Кесейік. Мінекей. Hoppa. Dayın. As bolsun.